азғантай болсақ та сыр өңіріне қатысты өткенде Айтолқын хабарласқаннан кейін жоспар бойынша айтылғаннан кейін енді бар білетін ақпаратымен бөлісейін деген оймен келісімді берген Айтолқын қарындасымызға. Сосын енді биыл енді келіп жатқаннан кейін жалпы сыр өңір деген күйлер қандай күйлер деген сияқты студенттер арасында да сұрақтар болғаннан кейін ағай қалай тартылады деп қадырайлы тағы басқа студенттер келіп сұраған. Сосын білетін күйлермен жалпы ақпараттармен бөлісейін деген оймен осы ашық сабақ бір жағы мастер-класс дейміз, шеберлік сияқты. Соны енді келіскен болатынбыз. Енді барымызбен өткісе берейік. Көш жүре түзелер. Адам аз деп енді не қылмаймыз, мойымаймыз. Жалпы сыр өңірінің күйлеріне тоқталатын болса, мен кішкене ақпараттар жинағанмын кеше. Үйде отырып бөлісейін деп, рұқсат етсеңіз отырып айта берейін. Сыр өңірінің күйлері деген кезде бұл неше ғасырдан бері қалыптасқан үлкен мәдениеттердің тоғысқан жері, көптеген өркениеттер болған. Бізге дейін қазақтың тарихында ойып тұрып орын алатын қанша күйшілер, қанша бақсылар, қанша да сол жерден шыққан адамдар болған. Сол енді күйшілер шыққан, бақсылар шыққан жер болғандықтан үлкен басы сол кімнен басталады? Қорқыт атамыздан басталады. Сол енді тоқталып өтем. Осы Қорқыт атамыздың неше ғасырдан бері қазақтың тарихына тікелей байланысты. Сырдың бойы дегенімізде бірінші әуелі сол алғашқы қазақ хандығы құрылған мынау Қаратау өңірі, Созақ өңірі болатын болса, бізге дейін енді Шу қаласында, Шудың маңайында қазақ хандығы құрылған деп жүр ғой, бірақ шынтуайтына келгенде қазақ хандығы сол Созақта көтерілген. Қазақтың алғашқы Керей мен Жәнібектен бөлініп шыққан жері. Біз білетін ақпараттарымыз. Сол төңірекке дейін, мысалы, сырдың күйлерін, сырдың жалпы сол фольклористикасын кім зерттегенде әуелі аузымызға түсетін Әуелбек Қоңыратбаев деген кісі. Әуелбек Қоңыратбаевтың еңбектерінде Қорқыт атаны мысалы 9 ғасырдың басында дүниеден өткен десе, академик Әлкей Марғұлан еңбектерінде 7-8 ғасыр аралығында өмір сүрген деген пікір айтылады Қорқыт ата жайлы. Сыр бойының күй мұрасының алдында тұратын адам тұлға сол Қорқыт ата деп есептейміз. Өйткені бізге дейін оған дейін ешқандай ақпараттар жоқ. Біз енді жазылған кітаптарға, жазылған еңбектерге байланысты айтамыз ғой. Сондықтан Қорқыт жалғыз сол сырдың күйшісі емес, Қорқыт жалғыз қазақтың күйшісі емес, бүкіл Оғыз тайпасының үлкен көсемі, жырауы деп есептелінеді. Өйткені қарайтын болсақ, қазір түріктерді де Дада Қорқыт дейді Әзербайжандарда. Немесе мына түрікмендердің ішінде де Қорқыт жырлары деген мысалы оларда да бар. Енді соған қарағанда біз азғантай бір дүниелерді түртіп өттік, соның ішіне тоқталып өтейік. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан сан түрлі мәдениеттің тоғысқан жері дедік қой. Сол жерде арабтың тарихшысы Әл-Мақсиди деген кісі болған. Сол кісінің еңбектерінде 10 ғасырда сырдың бойында оғыздар мекендеген деп жазылды. Яғни арабтар 7 ғасырдан бастап өздерінде ислам діні қалыптасқаннан кейін бұларда 8-9 ғасырларда жалпы дінді жаю мақсатында миссионерлікпен көрші жатқан елдерді зерттеген. Соның ішінде жаңағы арабтың зерттеушісі, яғни тарихшысы Мақсиди біздің Орта Азия соның ішінде мына Сихон мен Жейхун дейді, соның арасындағы елдерді, онан кейін Сихонның жағасындағы біраз елдерді зерттеген. Соның ішінде осы Мақсиди айтып, сол Сихон өзенінің бойында оғыздар мекендейді. Енді біз қарайтын болсақ, Махмуд Қашқаридың еңбектерінде 10-11 ғасырларда Қашқари 11 ғасырда өмір сүрген болса, сол кісі айтады, 10-11 ғасырда
сырдың бойында оғыздар мемлекеті болған дейді. Енді оның бер жағында 12 ғасырда Дешті Қыпшақтың даласында мәдениет тоғысқан жерде парсының ғалымы Жувейни деген кісі болған. Сол Жувейни сырдың бойын зерттеген кезде, яғни ол жаңа айттық қой, миссионерлік барлығы да сол келгенде мақсаттары халықтарды бірінші мәдениетін, тарихын, дәстүрін біліп алу үшін біздер не істейді, жаймен зерттейді. Және өздеріне оларда жазу мәдениеті қалыптасқан. Сондықтан сол жерде жазылады. Сол Жувейни өзінің жазбаларында жазады. Сырдың бойындағы халықтар дейді, ислам дінін тұтынған жоқ дейді. Олар Құдайға сенген жоқ, бірақ өздерінің құдайы болды дейді. Яғни осы жерде біз байқаймыз, сол жерде Дешті Қыпшақтың даласында бұлар тәңір діні болған, таза ислам болмаған. Мойындамады дейді, ислам дінін мойындамады және дала өркениетінің заңымен жүріп тұратын болды дейді. Дала өркениеті дейтін болсақ, бізге жеткен қанша тарихтың ішінде жазған тарихшыларымыздың ішінде жазған Дешті Қыпшақ даласында, жалпы осы Қазақстанның территориясында, соның ішінде сырдың бойындағы халықтар дала өркениеті, яғни тәңір дініне жүретін болған. Енді оның бер жағында айтатын болсақ, Қорқыттан кейін өмір сүрген, мысалы 14-15 ғасырларда Асан Қайғы, одан кейін Асан Қайғыдан кейін Асан Көне, Құрманай Төлемұрат, 18 ғасырда Алаша, Иса Қайбақсы, Сасық Қайбақсы, мына кіші жүздің Әбілқайыр ханның ұрпағы, соның ішінде Айшуақтан тарайтын Арғынғазы төре, бұл да Хиуа хандығы, соның ішінде мына Арал Қазалы өңірлері сол Арғынғазы төреге бағынышты болған. Арғынғазы төре сол жерде хан болған. Және бұл тарихта Ақхан деген ат қойылған. Яғни сырдың бойы жатқан Арал Қазалы аудандары сол кездерде мына Хиуа жерлеріне бағынған, яғни Арғынғазыға бағынған. Сондықтан Арғынғазыны сырдың бойына жатқызуға болады. Яғни кейін Ресейге жер аударылғанға дейін Бүркітке сүйегі сол Ресейде қалып қойды. Енді оның бер жағында қарайтын болсақ, жаңағы айтып өткен атақты Ешнияз Сал деген кісі болған, жырау болған, сал серігісі болған. Одан кейін Шал Мырза, Аралдың ар жағында тұратын Қаратөс Аймағамбет, Айсүгір, Қобызшы Дайрабай деген кісі, Қоңырат Әлшекей, Қазанғап, Күйші, өйткені Аралдың Ақбастың ар жағындағы Шалқардың ауданына, Ақтөбе облысының Айшуақ совхозының 3-ші фермасында дүниеге келген. Яғни бұл ар жағы Шалқар өлкесіне, бер жағы Аралға дейін келіп, сол жерде жүргендіктен сол мекенге сол Қазанғап күйшінің де әсері болған. Қазір оны айту барысында сіздерге мен дәлелдеп бере аламын, өйткені сырдың бойында Қазанғап күйшінің Ізбасар, Ильясов және Қаппар Жармағамбет тартатын нұсқалары болған. Сондықтан сол жалпы ай ортақ, күн ортақ, күйші ортақ деген ұғым бар. Сондықтан Қазанғап, Шалқар тек Ақтөбе облысының ғана күйшісі емес, өйткені ол сол мына бір жағы Қарақалпаққа дейін барып танысқан, Нүкіске дейін барған. Сондықтан Айшуақ совхоз ғана емес, сол мына Арал ауданына дейін, мына жағы Шалқар ауданы, мына жағы Нүкіске дейін сол төңіректерде өмір сүрген Қазанғап. Әр жағы Құрақтың Досжаны Жалдыбай. Осы сынды енді біз сырдың бойының күйіне тоқталған кезде ғалым ағамыз Ақселеу Сейдімбек өзінің Күйші жыры деген еңбегінде 5 аймаққа жалпы мәдениет, күйшілік, әншілік өнерді 5 аймаққа топтастырған. Батыс өлкесінің өзінің иірімдері бар. Арқаның әншілік, сал-серілік өнері мен күйшіліктің Тәттімбектің мектебі ән сарындас өзі бір өлке. Және сол сияқты мына Қаратау, Жетісу өңіріндегі күйлер Толғау сарындас. Сосын Сыр бойындағы жыр сарындас күйлер болған. Және әр жағы Шығыс Түркістан немесе Алтай, Тарбағатай аймағында айтылатын әндер көп. Осы 5 аймаққа жатқызған. Ал енді кейінгі Ақселеу Сейдімбек ағамыздың Қазақтың күй өнері деген кітапта 7 аймаққа жатқызады. Өздеріңіз білесіздер, иә? Ішімізде отырған ғалымдар бар, ұстаздарымыз бар, осы жерде отырған Айтжан ағайымыз бар, Жанғали ағайымыз бар. Осы кісілер барлығы біледі, қазақтың күй өнері кітапта 7 аймаққа жатқызады. Ал енді соның ішінде жаңағы сыр өңірінде дегеніміз күйшілік дәстүрі, мысалы жыр сарындас деп айттым, ақам саздардан, жырдың әуен саздарынан тұратындықтан
осы аймақтағы күйлер негізінен 3 композиторға тоқталады. Мына сырдың бойы Арал-Қазалы өңірінде қалыптасқан, жаңағы Арынғазы төренің қалыптастырып кеткен мектебі дейтін болсақ, сол мектептің жалғасы Айсүгір, атақты Ақжол күйші Шалмырза Тоқтаболатұлы. Осының барлығының ішінде Шалмырза Тоқтаболатұлының биік тұрып басқа күйшілерден, өйткені күйлері көп насихатталғандықтан. Шалмырза Тоқтаболатұлының шәкірті Жалдыбай күйші, Жалдыбайдан 2-3 адам шәкірт болған. Атап айтатын болсақ, бірінші Нәби Жәлімбетов Жалдыбайға, бірақ ол Шалмырзаны көрген екеуі де. Одан кейін Қолдаш Шаймұратов деген кісі болған, сосын Шыналы Шопанов деген кісі болған, және 4-ші Төлеген Қаражанов дейді. Төлеген Қаражанов атақты Нартайдың концерт бригадасында 39-ші құрылған, және осы 51-ші жылға дейінгі Нартайдың концерт бригадасында домбырашы болған. Бір заманында Жалдыбай күйші де соғыс уақытысында сол Нартайдың концерт бригадасында күйші болған. Онымен қатар осы бірінші мектеп. Енді Мырзаның күйлерін қарайтын болсақ, Мырзаның күйлерін бізге жеткізген 2 адам, 3 адам дейтін болсақ, осының ішінде Төлеген Қаражанов және Шыналы Шопановтың бізге үнтаспалары өте көп емес, азғантай 1-2-3 күйлер ғана жеткен. Заманында Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет өнер институтына 50-ші жылдардан бастап елдің ішіндегі көнекөз қариялардың және елдің ішінде сақталған күйшілерден, әнші, жыршы, термешілерден мұрағаттарға алып алу үшін, сол кісілердің көптеген үнтаспаларын алып алу үшін экспедициялар ұйымдастырылған. Өздеріңіз білесіздер, мысалы Ақтөбе облысына, Маңғыстау өңіріне, анау батысқа дейін Тымат ағайларымыз кезінде барып, Ордаға дейін барып, сол жақта күйшілерді жазған. Сол сияқты Мардан Байділдаев деген кісі болған, фольклорист. Өмір бақи жинаумен айналысқан, ешқандай ғылыми атағы болмаса да, кіші ғылыми қызметкер әдебиет өнер институтының болса да, сол сырдың бойындағы бүкіл фольклористиканы Әуелбек Қоңырбаевтан кейін жинаушы сол кісі болған. Атақты Тұрмағамбет Ізтілеуовтың Рүстем дастан дейтін дастанын Тұрмағамбет Ізтілеуовтың баласы Әбдірәуіптен жазған. Сол сияқты көптеген жаңағы Нәби ақсақалды да алғашқы барып, Қолдаш ақсақалды да алғашқы барып жазған. Сол Мардан Байділдаев еңбегі орасан сырдың бойына салып. Сол Мардан атамыздың жазған архивтік әдебиет өнер институтындағы және біздің қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының фольклор кабинетінде Бағдәулет Аманов деген кісі болған, Әсия Мұхамбетова апайымыздың жолдасы болған. Сол Бағдәулет Аманов 1969-68 жылдардан бастап осы қайтқанға дейін сол сырдың бойындағы күйшілерді жазған, біраз күйшілерді жазған. Нәби ақсақалды да осы жазған. Өйткені Айтжан ағай біледі, консерваториядағы бір замандарда ағайлар көп кітаптарға сол Нәбидің орындауындағы запистерді түсірді, ноталарын біз алғашқы болып орындадық. Сосын кейін біз мына белгілі фольклортанушы ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, Дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты ұстазымыз Берік Жүсіптің Жиделібайсын деген кітабына атсалысқан осы Айтжан ағамыздың түсірген ноталары да болды. Ішінде Орынбай ағайымыздың түсірген ноталары да болды. Сосын тағы біршама азаматтардың түсірген ноталары болды. Сол барлығы жиналып, сол Жиделібайсын күйлері деген атпен Берік Жүсіп ағамыздың жетекшілігімен шығарған кітабы. Бұл үлкен бір кітап болды. 2000-ші жылдары сол консерватория қабырғасында оқып жүрген кезде біз соған ноталық корректор есебінде Мүсілім әмзе, Мұрат Абылғаз ағаларымызбен қызмет жасап, сол кітаптарды ішіндегі ноталарды запистермен салыстырып, түсіріп, кейбір жерлерін жөндеп, сөйтіп қызмет жасаған болдық. Сол жерде жүріп, Берік ағамыздың ішінде ақпараттарды алдық. Ендігі сол ақпараттар бойынша мен сіздерге бөлісетін болсам, жаңағы Шалмырза Тоқтаболатұлының күйлері алғашқы тартылатын күйі 62 Ақжелең деген бар ғой, батыстан көп тартылатын. Сол 62 Ақжелеңнің бауыр шешпес деп тартылатын бір күй орындап көрейін сіздерге.
тартылатын нұсқасы әдебиет өнер институты өз уақытында сол жердегі Мардан Байгелдаев атамыз жазып алып қалған нұсқасы. Өйткені біздің консерваторияда жазылып қалған нұсқасында қателеспесем 76 жылға деймін, ағай, ол жерде саға жоқ. Осы күйдің сол әдебиет университетіндегі записінде ғана саға бар. Беріға бір записін тыңдатсақ, мен айтамын, мына жерде саға жоқ. Жоқ, ол дұрыс қой, жалпы сырдың бойындағы күйлер сағасыз күйлер ғой дейді. Сосын айтамын, жоқ аға, саға болу керек сияқты. Біз консерваторияда қалыптасып қалған дәстүр мен батыстың күйлеріне тән болса, онда саға болу керек деген сияқты. Кейіннен сол әдебиет өнер институтынан табылды. Ол жерде сағасымен орындалған екен. Сосын кейіннен ағамыз айтады, аға айттым ғой басында, бұл сырдың күйлерінде саға болған деп. Сонымен осы сағасымен табылды. Енді қарайтын болсақ, мына қазаққа тән екі күй бар, өздеріңіз білесіз. Ақсақ құлан жошқан, балаң өлді, сорлы хан, сенесіңге осыған дейтін бір күй бар ғой, Жанғали ағамыз Кетбұғаның ақсақ құлан атпен Кетбұғаның неше жылдығы ағай, қателеспесем, неше жылы, 1200 жылдығы ма? Әлде 800 жылдығы ма екен? Соған байланысты, 800 жылдығы. Соған кітап шықты, Соның ішінде ағамыз Жанғали ағай бүкіл қазақтың даласынан бүкіл ақсақ құландарды жинады. Оның ішінде енді арқан қозып, мен де аға сырдың бойында қалыптасқан осы Мырза күйшінің жеткізуінде күйлерін жеткізген Нәби Ақсақалдың орындауында ақсақ құланның бір нұсқасы бар. Мен де соны берейінші деп, сөйтіп ағамызға қолымызда келгенше кітапқа бір қосқан үлесіміз болсын деп, сөйтіп бір күйді берді. Енді осы күйді қарасаңыздар, ақсақ құлан бүкіл қазаққа тән. Өйткені Шыңғыс хан, қателеспесем аға, 12-13 ғасыр ғой аға, Шыңғыс ханның дәуір сүрген заманы. Енді сол замандарда жошып, құлан теуіп өлтірді дейді жошыны. Сонда бүкіл қазақтың қаласындағы Алтайды алсаңыз да, Жетісуды алсақ та, Арқан алсақ та, Маңғыстауды алсақ та, батыстағы күйшілік мектепті алсақ та, сырдың бойы Қарақалпақ, бұл бүкіл қазақтың даласында осы ақсақ құлан күйі. Енді осы ақсақ құланның Нәби Жәнібек тартатын нұсқасын орындап көрейін,
мен бір нұсқасын Жанғалияға бергем, екінші нұсқасын тығып өзіме бір күйіп алсын деп. Өзіме алып қалдым. Аға оған айып етпейсіз ғой, а? Өйткені мына біреуін Бағдәулет Аманов барып жазып алған записі, екіншісін Мардан Бәйділдаев. Мына менің қолымдағы нұсқасы Мардан Бәйділдаевтың нұсқасы жазып алған. 68-69 жылдарға барып жазып алған. Қазалға барып, сол үйінде отырып, баласы Өзбек ақсақалдың үйінде отырып жазып алған. Кейін Махмудбек деген екінші баласының үйіне барған кезде Бағдәулет Амановтар оның 1976 жылы жазып алған нұсқалары. Осы Кітаптағы сол 76 жылы жазылған запис. Мынау басқасы. Байқап тұрсыз ба, кішкене аздап өзгешеліктер бар. Иә, сәл басқаша. Дәлелдеп бере аламын, қазір қосып бере аламын. Екінші Наридірген деген күй бар. Қазақтың даласында Наридіргенде халық күйлері көп, иә? Осы қарайтын болсақ, Наридірген тек Маңғыстау мен Сырдың бойында емес, Наридірген Арқада да болған. Өйткені Бегім Салы ақсақалдың жеткізуінде, Кәмел ақсақалдың үнтаспаларының ішінде Наридірген деген күйде жүр. Солай ма Жанғалияға? Енді мен қолымдағы мағлұматтарда орындайтын Бегім Салы ақсақал халық күйі Наридірген деп тартады. Соған қарағанда бүкіл қазақтың даласынан Наридірген болған. Енді тарихын айтпай-ақ қояйын, баяғыда бір жайттым ғой, Әуелбек Қоңыратбаев барып жазып алып отқан кезде Мардан Бәйділдаев екеуі барып жазып алып отқан ғой. Сонда айтады дейді, баяғыда бір бай болыпты Әуелбек деген дейді. Әуелбек Қоңыратбаев жазып отыр ғой. Соны Әуелбек деген бай болыпты дейді. Соның бір түйенің ішінде үлкен інгені бар екен дейді. Соны мая інгеннің ботасы өліп боздап отқасын, бұның енді қандай амалы бар дегенде елді сазгенші деген болады дейді. Нәби ақсақалдың айтуында. Ол уақытта күй тартатын, күй шығаратын адамды сазгенші деп айтады екен дейді. Жаңағы сазгер деген сөз содан шыққан. Сол сазгенші дегесін елдің ішіне хабар беріпті дейді. Сонда бір үлкен ақсақал 60-ға келіп барған және өзінің бой жетіп отқан қызы бар. Сол қызына дәметіп көрші ауылда тағы бір домбырашы шығып келіпті дейді. Сол екеуі келгеннен кейін екеуінің күйін тыңдамақшы болыпты. Сонда жаңа Әуелбек алғашқы жас үлкен деп ақсақалға берген екен дейді. Сол қызы жаңағы желінен ұстап отырып, Маяның басын иегін қағып, әкесіне рұқсат беріп, әкесіне бүйтіп ымдап айтты дейді. Өнерпаз болса тартсын деп. Сонда жаңа шалдың тартып отқан дейді, нарым кәуіс деп шақырып отқан дейді. Деп атқанда қыз иегімен әкесіне қарады дейді. Інген ая иемеді деп айтты дейді. Соны күтіп отырған жігіт көзі, қыз бен жігіттің көзі түйіскен екен дейді. Қыз жігітке ымдады дейді. Жігіт қуанып кеткенде домбырасын алып күйді жалғастырды дейді. Сонда жігіттің тартып атқаны дейді.
бүйтіп жаңағы әрі қарай сауа берді дейді. Сонан ақсақал тұрып айтты дейді, дат тақсыр, мен өз өнеріммен, өз күйіммен мына Маяны иіткенімді біліп отырмын. Бірақ қызыңыз қулық жасап, мына жас жігітте ойы болып, тұрмысқа шыққысы келді. Ана кезекті бұрып жүрді. Бірақ мен өз күйіммен иіткен болып тұрмыз. Әділдігін, төрелігін өзіңіз айтыңыз дейді. Сосын екеуі екі төбенің басына барып, жаңағы екі күйін қайталағанда, Мая қайтадан барып, шалдың шапанын иіскеген екен дейді. Сонда шырағым, қызым, мен бәрібір сені әйел қылып алмас едім. Мына жас жігітпен бақытты бол деп, сол жерде шал үлкен ақсақал тұрып, өтті дәурен күнім деп бір күй тартқан екен дейді. Дегеннің аңызы осындай. Ал енді жаңағы Шал мырзаға тоқталайық. Мына күйлердің барлығын жеткізген Наби Жәлімбет халық күйлері деген атпен жеткен болды. Бірінші жаңағы айтып өткен әдебиет өнер институтына жеткен күй кезінде халық күйлері деп жеткен. Бірақ каким-то образом консерваторияға жеткен кезде бұл күйлердің көбісі мырзаның күйлері болып кетіпті. Енді заманында сондай болды. Бірақ өйткені халық күйлері деген ат лайық сияқты деп ойлаймын. Өйткені мына жаңағы идірген де Ақсақ Құланда бұл халықтың күйлері болып бізге дейін жетті осы. Енді мен әрі қарай жаңағы күйдің басын әуелі бісмілласын мырзаның Алпсек Ақжайленнің бауыр шешпесінен бастадым ғой. Енді жаңағы бір ұстаздарымызбен әңгіме барысында бұғының күйі деген күй болған. Тарихына Наби ақсақал жеткізгенде бүйтіп айтады. Көктемгі уақытта, күзгі уақытта күйек деген уақыт болады ғой, білесіздер ғой. Қыркүйек деген қазақтың сөзі бар, қыркүйек. Сонда күйектің уақытында бұғылардың аталықтары бірімен бірі үйір үшін таласады екен. Сонда таласқан кезде екі аталық бір-бірімен анау таудың құзында басында тұрып екеуімен таласқан кезде үйірге таласып екеуі несін көрсетті екен, жаңағы өздерінің күштерін көрсетіп сөйтіп жатқан кезде бұғаның басындағы өзін білесіздер ғой, бірімен бірі айқасып қалып құздан екеуі де құлайды екен.
сонда үйір аталықсыз қалды, яғни үйір аталықсыз қалды деген сөз, үйір иесіз қалды деген сөз. Сол күйді, сол екеуінің күйін басындағы екі бұғының аталығының бірімен бірі айқасын мырза күйші күймен суреттеген екен дейді. Ал енді құлақтарыңызға алтын сырға ілініп отырған жас студенттер, Жанғали ағаймен әңгіме барысында қырғыздарда бұғы деген ру бар деді, алтайлықтардың ішінде де бар. Бұл жалпы бұғы деген Берік ағамыздың айтуы бойынша культ дейді, яғни личность деген сөз, немесе бір ру, соның батырлардың рухы сияқты. Ал енді аталық деген екеуінің айқасы, екі батырдың айқасы сияқты суреттеледі. Ал енді мен қолымнан келгенше тартып көрейін. Нәбиден жеткен 3 вариант бар. Біреуін жаңағы айтқан 60-шы жылдары әдебиет институтынан жазылған Артан Бәйдібековтің записі, екінші запис Бағдәулет Амановтар жазған запис, үшінші записті Алмас ағай қайтыс боларынан 1-2 жыл бұрын барып 85-ші жылы Нәби Ақсақалдың қолынан жазған запистер бар. Сол 3 запистің ортасын қосып бір вариант жасаған сияқтымын. Тыңдап көріңіздер. Бұғының күйі. Аңызын естідіңіздер ғой, иә. Енді мырзаның күйлері бұл Нәбидің Ақсақалдың, Нәби Жәлімбет дейтін Ақсақалдың орындауын жеткен. Мақты сұмдық күйші болған, алапат күйші болған. 88-ші жылдың күзінде қайтыс болды. Сол жаңа Қазалы дейді, қазіргі жігіттер біледі. Қазалыда сол жерде бейіт неде бардық. 19-шы жылы бір барып кеттім, 12-ші жылы бір барып кеттім, басына барып Құран оқып, сол Нәби Ақсақалдың басын. Соның басын көтерген баласы Өзбек, Махмудбек деген екі баласы болған. Махмудбек Ақсақалмен сөйлестім. Бізге жеткен мағлұматтарда Нәби Жәлімбет филармонияда әртіс болыптымыз. Бірақ үйіндегі балалардың айтуынша, әкеміз еш уақытта филармонияда әртіс болған жоқ деді.
қайтқанынша, пенсияға шыққанынша Қазалыдағы темір жол бекетінде путистей жаңағы бүйтіп жолды қарап жүретін бар ғой, сондай болып қызмет жасады дейді. Ол мына Москва Ташкент темір жолының бойы ғой жаңа Қазалы. Сол жерде сол жаңағы бүйтіп дөңгелекті ұратын не дейтін еді, путист дейді. Сондай болып қызмет жасап пенсияға шыққан. Пенсияға шыққаннан кейін үйде отырмасын деп темір жолшылар клубы Наби Ақсақалды сол клубқа жаңағы күй тартқызуға сондай кезде алып шығады екен. Сол жерде клубта пенсия қызметкерлер сол жерде қызмет жасаған екен. Бар болған сол. Екінші адам Қобылаш Шаймұратов деген кісі. Мен Қобылаш Шаймұратовты көрген жоқпын, тек үнтаспасын ғана естідім. Қобылаш Ақсақал 1976 жылы қайтыс болды. 29 жылы қазақтың даласында Совет үкіметіне қарсы үлкен дүмпулер болып қарсылық білдірген Асандар көтерілісі деген көтеріліс болған. Және Қарағым көтерілісі деген болды, Созақ көтерілісі деген болды, Адайлар көтерілісі деген болды. Бұлардың барлығы кеңестік тоталитарлық жүйеге қарсы қазақтың үлкен ғұлама, үлкен діндарлары мен қазақтың елдігіне шыққан менсің дейтін батырлардың ішіндегі ұлтқа деген, елге деген, жерге деген сүйіспеншілігін содан үкіметке, жаңа үкіметке қарсы шыққан адамдар бар. Сол көтерілісте мырзаның жалғыз баласы Әлмырза, Ақ Ишан деген кісі болған, Ақмырза Ишанның соның оң жағында тұрған шәкірті болған. Сол көтеріліске қатысқаны үшін баласы Қарақалпақстанға өтіп кетіп, Әлмырза кейін мырзаның күйлерін тартуға тыйым салған Совет заманында. Неге осы уақытқа дейін осы кісінің аты аталмады десеңіздер, жауабы осы. Сонда елде жалғыз Жалдыбай ғана қалды. Бүкіл күйдің барлығын өзімнің күйім еді деп бүкіл мырзаның күйін, Мамықты да, Ташауызды да, Бұғының күйінде, Баулешкін де өзімнің күйім еді деп мырзаның атын атамас үшін сондай неге баруға мәжбүр болған жолға. Сондықтан бізде елде әкем көп айтушы Нартайдың концерттік бригадасы деген болған 39 жылдан 50 жылдардың басына дейін. Сонда Жалдыбай деген күйші болды. Ой, сойқан домбырашы, дүлдүл домбырашы кісі болатын деп айтады. Сонда ана кісі ұстазын айтпай өзім айтқан. Ол мәселе мырзаны жек көргендіктен емес, мырзаның атын айтуға тыйым салған заманда болған үшін. Енді қараңыздар, осы Қарағым көтерілісінде қатысып, мырза 29 жыл елде көшейін деп жатқан кезінде 2-3 күн Қобылаштың әкесі Жаймұрат деген ақсақал, Жаймұрат, Баймұрат деген 3 ағайынды кісі болған. Мына банктың кім еді? Өтемұрат, Жаймұрат, Баймұрат деген 3 ағайынды кісі болған. Сол Болат Өтемұрат деген кісіні білесіздер ғой, банкінің қызметкері. Сол ол Өтемұраттан тараса, Қобылаш Жаймұраттан тарайды. Және Баймұрат деген де болған. Енді сол кісілердің, мысалы Қобылаш Жаймұраттың 76 жылы қайтыс болып кеткен, баласының аты Қарасай болған, екінші баласының аты Қази болған, тағы да балалары бар, ұрпақтары. Шет жағасын осы Қобылаш Ақсақал, Наби Ақсақалда бір жылдары Қарасай ағай барып жазып болған. Ой, шатысып кетті ғой дейтін Ташауызды тартып жатқан кезінде бір элементтер бар. Сосын ана кісі әрі күй тартпай болған деген елде сондай бір әңгімелер бар. Сонда Қобылаш Ақсақалдың жетуіндегі күйлер жеткізуінде соғысқа қатысып оң жақ жамбасынан снарядтың оғы тиіп, мына жамбасына отыра алмайды. Тек бір сол жағына қарай қисайып отырып күй тартады. Соған қарағанда бұл кісінің тарту күйлері орта мына Нәбидің күйлері сияқты алапат күш жатқан жоқ, бір сарындас болып келеді Қобылаш Ақсақал. Сол үйренген күйі солай болды ма? Біз енді ол кісінің үнтаспасынан 7-8 күй үйрендік. Соның ішінде мен 1-2 күйін тартып берейін. Сол консерваторияда оқып жүрген кезімде 97-96 жылдары Берген ағам жемнің ағыс күйі деп айтқан. Бірақ оны елдің ішінде Нәзик Оғашев деген кісілер сыр толқыны деп тартады екен. Мысалы Қарасай ағайдың да кітабына сыр толқыны болып кетті. Ұстазым Төлепберген Тоғжановтың да кітабына сыр толқыны деп кетті. Жалпы Қобылаш Ақсақал жеткізгенде жемнің ағыс күйі деп тартпайды. Мырза, атам мырзаның тартатын сыр толқыны еді деп тартады. Сол сыр толқынын тартып берейін. Бұның күйлердің ішінде Қарақалпақтың әуен саздары бар шығар. Қарасаңыздар, ішінде элементтері болып қалады.
өйткені ар жағы қызылдың ішінің ар жағы тамды жағына шығып кететін жолдар бар. Соны ауылы аралас, қойы қоралас болып көрші елдердің әуен саздарға осыны Жанкент көне қала, Жанкент қаласы көп мәдениеттердің тоғысқан жері ғой. Сондықтан сол Қарақалпақтың күйлердің әсері болуы мүмкін. Енді тыңдап көріңіздер сыр толқыны. Енді сол Мырза атамыздың Қобылаш ақсақалдың жеткізуінде бес қақпай деп тартылатын бір күйі бар. Бұл мына Жиделібайсың кітапқа іздесеңіздер бес қақпай деп таба алмайсыздар. Оның аты Қос қыз деп жазылған. Бірақ ана жерде Қобылаш ақсақалдың үнтаспасы бар. Атам Мырзаның күйі бес қақпай деп тартады. Сол күйді бір тартып берейін.
қақпай. Қарап отырсыздар ғой, иә? Ішінде акцент жерлер бар, иә? Акценттер. Дан-тай, тара-тара, тай-тай деп сататын жерлер бар. Мен басында ойлаған 5-8 өлшеммен ба деп. Сөйтсем олай емес, 5 қақпай деген сөз 5 жерінде қағып, бірінен кейін бір қағып жүретін жерлер бар. Мысалы деп тартатын жерлер бар. Соған сәйкес 5 қақпай шығар деп ойлаймын. Енді Қобылаш атамыздың жеткізуінде 5 қақпай болғасын, солай атылып кеткен 5 қақпай. Біліп жүрсін деп айтып жатқаным ғой. Болмаса кітаптың ішінде қос қыз деп жазылып тұр. Так, енді ары қарай өтетін болсақ, мырзаға қатысты дүниелер осы. Бағана мен бір Арғынғазыны айтып қалдым ғой, иә? Сол Арғынғазының бір күйі сырдың бойында. Сіздер мысалы мына Арғынғазыны білесіздер, иә? Енді осы Арғынғазының бір нұсқасын сырдың бойында сақталып қалған. Бұны Нәби Ақсақалдың, Қобылаш Ақсақалдың, Шынал Шопановтың үшеуінде де нұсқасы бар. Бірақ әрқайсысы әртүрлі тұрады. Мен сіздерге рұқсат болса Қобылаштан жеткен Арғынғазының бір нұсқасын тартып берейін. нұсқасы бір жинақ дайындап жатыр. Бұйырса соның ішінде осы күйлердің барлығы, бағана тартқан күйлердің барлығы сол бұйырса жинаққа шығып қалар деген үміттемін. Bir шетін Жанғали ағайға көрсеттім, Абылғазы ағамызға, Дәулет ағайымызға, Нұрбек ағайымызға, Жұмекеңе, Айтжан ағамызға, екі бастан кабинетке кірген сайын осындай күйлер бар, түсіріп жатырмын деп айтып жүрмін. Құдай қаласа алдағы уақыттарда көріп қаларсыздар. Осы айтылған күйлердің барлығы соның ішінде болады. Енді бір күй бар. Жаңа мен айтып өттім, мырзаның шәкірті Жалдыбай деген күйші болған. Жалдыбай елеу кейіп, мына жерде қазір соңында күйшілерді тартармын, иә? Болмаса мынаның ішінде флешкамен болады. Жоқ жақтан. Мына ішінде Сырбой күйшілердің суреттері деген бар, соның ішінде Жалдыбай күйшіні көрсетейін деген. Жалдыбай күйші жаңа заманның күйшісі болған, өйткені ол заманында сол мына неғып отырсаңыз қосылады, қызыл жансағына көк жансағына қосылады. Татар бір ресторан ұстаған кісі болған Қазалыда.
сол татар кісінің ресторанында қазіргі тілмен айтқанда кабачный музыкант болған адам, Жалдыбай күйші. Расымен сол жерде татардың әуендерін ойнаған және орыстың Камаринская деген халық әуенін өзінше тартқан адам Жалдыбай күйші. Және техникасы сұмдық болған. Иә, сыр бойы күйшілердің фотосы деген. Соның ішін ашсаңыз күйшілер көрінеді. Мынау ортада тұрған адам Құрақтың Досжан деген кісі. Мынау Нартайдың анау ортасында тұрған мұртты кісі шашы ауылдасы Нартай Бегежан. Ортада отырған Құрақтың Досжаны әйгілі 46 жылы қайтыс болған. Сол соғыс уақытысында бұл елді аралап күй тартқан адам. Концерт бригаданың ішінде. Енді ары қарай екіншісіне өткізсеңіз, қасындағы Әлібек Байкенов деген кісі болған, жыршы кісі болған. Мына жерде анау тұрған төбеде тұрған кісі Төлеген Қаражанов деген кісі. Бұл Төлеген Қаражан Жалдыбайдың шәкірті болған. Анау тақия қара киімде тұрған төбеде тұрып тұрған кісі. Мына бер жағында атақты Ешнияз Салдың баласы Кете Жүсіп деген кісі болған, болыс болған адам. Кете Жүсіптің баласы Мұзарак деген Балымша дейтін ән бар ғой. Сол Мұзарактың әні деп айтылып жүр ғой. Сол Балымшаның баласы Сабыт Жүсіпов деген кісі болған, жыршы болған. 27 жасында тамақтан қалып, содан кейін бухгалтерлік оқуды оқып алып, өнерді қойған адам. Сол заманында сол 25-24 жасында сол Нартайды концерттік бригадасында әртіс болған. Сол барлығы сол күнде бойы Алдоңғаров деген кісі, сықақшы кісі болған. Мынау қазір есіме түсіп, Мырзабай Әділет деген кісі болған. Рахим апай болған. Мынау Фатима апай кімнің Ақмырза Текбаевтың әйелі. Мына жерде Ақмырза Текбаев түспей қалған. Мынау өзі Нартай Бегежан. Ары қарай өткізсек тағы да. Мынау сол Нартай Бегежановтың концерттік бригадасы. Ары қарай өткізе берейік. Тағы екінші. Мына кісі тұрған адам Жалдыбай күйші. Мына кісі тұрған адам ол Жалдыбай. Мына сурет қателеспесем 45 жылы Жалдыбай қателеспесем 46-да қайтыс болады. 45-те ме 46-да қайтыс болады. Құрақтың Досжаны да сол заманда да қайтыс болады. Екеуі де сол 46 жылы қайтыс болады. Екеуінің тек шәкірттері ғана қалған. Қазір мен аттарын атап түстерін түсіріп беремін. Бұл жерде бірақ суреттерде тек сол мына Төлеген Қаражанов қана бар. Күйшілердің қалған көбісі сықақшы, термеші, әншілер сол Нартайдың бригадасында, концерттік бригаданың ішінде болған. Болды осы суреттер көрсетейін деген. Жақсы. Енді сол Жалдыбайдың бізге көптеген күйлері болған. Қара жорға деген күйлері бар, иә. Біз колледж қабырғасында оқып жүргенде Қиынбай Сақтағанов деген Қобалаш Шаймұратовтың шәкірті болған. Соның мысалы Қызылорда музыкалық колледжін бітірген жігіттердің біразы біледі. Мысалы мына нұсқасын тартатын. Жаймұратов деген кісі жаңа айттым ғой, соғысы бірақ жай тартқан. Мына енді шәкірті кейін сол филармонияда әртіс болып Қиынбай Сақтағанов деген шәкірті болған. Бізде Маржан деген қыз болды ғой, Сақтағанова Маржан деген қыз оқыды, Айгүл апайда. Сол кісінің әкесі Қиынбай Сақтағанов деген Қайсардың оқыған. Сол кісінің жеткізуіндегі бар еді. Ал енді Нәби Ақсақал бұл күйді өзгеше тартады.
нұсқасы. Мен қысқаша ғана тартып отырмын. Күйдің бәрін тарта беруге болмайды, керекті информацияларды ғана беріп отырмын. Жұмабек ағай біледі, күйдің басынан аяғына дейін жатқа білетінімді. Солай ғой, Жұмеке? Бір салып жүрген видеосын конкурста. Енді керек болса, келерсіздер, мен кішкене дәмін татқыздым сіздерге. Күйдің басынан аяғына дейін тарта беруге болмайды шығар. Дұрыс па, Жанғали аға? Или күйді соңына дейін тартуым керек пе? Сол енді осы адамның бір сақтап жүрген күйлері болады ғой, сармайы сақтап жүрген. Сол Нәбида ақсақалдың... Жоқ, Баулешкі ол сармайды сақтап жүрген қысқы соңынан қалған дүниелер ғой. Оны уақыты келгенде бір тартып беремін келесі жолға. Носын түсіріп дайындап қойдым, Ташауыздың Баулешкінде сұраған жандар болса, керек азаматтар болса, қағысына дейін, штрихына, барлығы, саусағына дейін бәрі қойылып берді. Өйткені Жұмабек ағайға да бердім, Баулешкіне де бердім, Ташауызды да бердім, ағайлар барлығы сұрады, бердім. Демо версия. Нені? Бас болу. Жоқ. Келесі жолы. Қазанғаптың үйінде дұрыс. Қазанғаптан жақсы Нартай. Қазанғаптың күй деген күй бар, иә? Оны мына біздің Әлімжан дейтін ағамыз Әбсадықов нотаға түсіріпті. Бізде өзіміз шама-шарқымыз нотаға түсірдік. Бірақ бір-бірімізбен бөліскен жоқпыз. Бір заматта, бір уақытта Әлімжан аға да түсіріпті, мен де түсіріпті. Қаппар Жармағанбетов нұсқасы. Сосын енді оның сіздер көріп жүрсіздер ғой, мен ана эфирге де салдым. Иә, бір телеграмға, ненің ішінде, инстаграмның ішінде салғанмын. Оны сол жақтан қарасаңыздар болады. Мен бүгінге Қаппардың орындауында бізге Қаппар ақсақал 5-6 күй Қазанғаптан жеткізген. Қаппар Нәби, Қаппар Ізбасар Ильясовтың шәкірті. Ізбасар Ильясов деген Қадірәлі ақсақалды көрген. Шүрен Сартыпты көрген адам. Олдағали Балымбетті көрген адам. Осы Қазанғаптың күйін тартатын кісілер ғой. Соның өзінше құлаққа құйма құлақ дейді ғой, кездегі шалдар. Естіген, мына 90-шы жылдардың басында Аралдың маңайының бәрінен халқы үдере көшкен кезде Ізбасар ақсақал Шалқарға көшіп кетті. Неге Шалқарға көшіп кеткен енді бір Алла біледі. Мына тиіп тұрған 6 сағаттық жер Қызылордаға көшіп келмей, сол жаққа Шалқарға көшіп кетті. Өйткені ол енді қыздары, ұлдары сол Шалқардың маңайында тұратын, сол ұл-қыздардың қасына кетті. Қаппар ақсақал 94-ші жылы біз көзіміз көрді. Облыстық өнерпаздарды сөйлетіп алатын. Сонда Қаппар ақсақал басшылық болған күйді. Сонда мен бір 3-4 күйді сахнада отырып, Ерғали деген сыздығыш режиссеріне тиын тебен ұстадық. Ана Ерғали аға жазып беріңізші Қызылордаға сіздерге деп. Сонда жазылған эфирдің үстінде жүргем. Сонда 4 күй орындап басшылық болған. Сонда тартатын Шынаяқ тастардың бір нұсқасы тартып берейін, иә. Шынаяқ тастар білесіздер ғой. Сәдуақ Асағайдың орындауында жеткен нұсқасы бар. Және біздің Еділ ағамыздың әкесі Бақыт ақсақалдың орындауында жеткен нұсқасы бар. Мынау 3-ші нұсқасы сіздерге қызық болсын деп тартып жатырмын. Әйтпесе бір ішіне бір асып тасып баратқан білімім ештеңем жоқ. Әйтеуір үйренсін деген мақсатпен.
деген кісі Ізбасардың шәкірті, сол кісінің жеткізуіндегі күй. Жалдыбайды тарттым ғой, шет жағасын. Жалдыбайда тағы бір жетпеген бір күй бар, ескі балбырауын деген күй. Оны консерватория қабырғасында оқып жүргенімде тартпадым. Кәрим апай консерваториядан оқудан шығарып жібере ма деп. Өйткені ол күй Құрманғазының Қызыл қайың деген күйі бар ғой. Сонымен сарқындас болған. Оны осы консерватория бітіріп кеткенше таппай жүрдім. Сосын енді кейін күдіктеніп жүрдім да, қолыма бірақ запись болатын. Кейін елге барғаннан кейін сол Қазалда Арман деген ағамыз бар, және де басқа да елдегі кісілерден сұрастырып жүріп, филармониясы бар, басқасы бар, Қорқыт ғылыми зерттеу университеттің ішіндегі жігіттер бар. Солардан сұрастырып жүріп, екінші үнтаспасын тауып алғаннан кейін жаймен тарта бастадым. Енді сол Жалдыбайдың ескі балбырауын деген бір күйі бар, соны жеткізуінде Жалдыбайдың жеткізуінде ескі балбырауын деп тартылады. Соның сазын тартып берейін қазір. Рахмет. Жаңғыле ғана қойып берейші. Емін еркін форматта болсын деп, яғни қатықпаған бізге кеңестік заманнан қалған Құрманғазының күйі, Дәулеткерей Тәттімбеттің күйі, Қазанғаптың күйі болмасын деп, емін еркін форматта болсын деген мақсат. Айтжан ағайға. Енді қандай күй деді? Ескі балбырау. Ескі балбырау. Бұл Мырза мен Жалдыбайға қатысты дүниелер Арал Қазалы өңіріндегі қалыптасқан күйшілердің күйлері. Енді екінші тағы бір ортада Қармақшы төңірегінде жаңағы айтқан Сабыттың әкесі Мұзарап күйші болған, Шаттық Көркем деген күйлер болған. Оның күйлерін біздің заманымызға жеткізген Зайыр Рахатов деген кісі болған. Біз оның күйлерін әлі де талдау үстіндеміз, бірақ бүгін мен ол кісілердің күйлерін тартпаймын. Болашақтың еншісінде күйлерін тартып білмейді емес, білеміз, бірақ білген дүниені ой сүзгісінен өткізіп, ойдың тарасына өткізіп, дәлелденген нәрселер болса ғана халыққа ұсынған дұрыс деп ойлаймын. Ат үсті мына осылай жеткізген екен деп жеткізе салмау керек тыңдарманға, солай ойлаймын. Одан кейінгі мына Тереңөзек ауданы, қазіргі Сырдария ауданы, Нағи Ілиясов қазіргі Ұлы Отан соғысының ардагері, Ұлы Отан соғысының батыры болған. Сол кісі
герой Советского Союза деп айтады ғой. Сол кісінің ауылында, Нағилясовтың ауылында Құрақтың Досжан деген кісі үлкен. Досжан Құрақ. Жаңа көрдіңіздер ғой, басында шляпасы бар, сақалды кісі. Нартайдың концерттік бригадасында. Бұл кісінің шыққан тегі мына 12 ата баянның ішінде Жаппас дейтін ел. Көбіне атасы Құрақ сырдың бойын қоқандықтардан қорғау жолында үлкен аямай кескілескен соғыста батырлығымен аты шыққан адам Құрақ деген кісі болған сырдың бойында. Тоқым тыққан Қыстаубай, Бұхарбай батыр, Жанғожа батыр сияқты үлкен батырлар болған. Соның атасы Құрақ, өзі Құрақ, әкесінің әкесі сол Құрақ деген батырдың атына жазылып кеткен. Құрақтың Досжан. Негізгі әкесінің аты Ыбырай. Өйткені бейітінің басында Ыбырай баласы Досжан деп жазылып тұр. Көп бертінге дейін, 2008-ге дейін бейітін таба алмадық. Кейін Гүлнар деген апай бар. Қазір Түркістан қаласында Ыбыраева Гүлнар деген. Сол Досжанның туған інісінің қызы. Сол апай әкеміздің бейітінің жанында Ыбырай баласы Досжан деп тұр. Дегесін сосын барсақ, сол Құрақтың Досжанның бейіт екен. Қайтыс болған жылы сол 8 август 8-8-46 жылы жазып тұрды. Содан Досжан екенін білдік. Қазір сол бейіті қазіргі Тереңөзек пен сол Нағилясов ауылының ортасында үлкен қорымда жатыр. Ноғай қорым деген қорымда жатыр. Сол енді Досжанның күйшінің бір-екі күйін тартып берейін. Ол Құрақтың Досжаны сол сырдың бойында көптеген қалыптасқан күйшілер, Мырза болсын, Жалдыбай барлығының күйшілігін көрген. Қыстауы сырдың бойы болған, жайлауы Тобыл, Торғай өңіріне дейін барған. Өйткені қазіргі Қостанай облысының жерлерінде бейіттерін қарап тұрсаңыз, Жаппас деген жазулар тұрады. Ру Жаппасты. Сонда бұл кісілердің жайлауы сырдың бойы болғанда, қыстауы, жайлауы Қостанайға дейінгі жерлер. Сөйтіп арқада болды деп сөйтсек, қай жақтағы арқада болды деп жүрсек, арқа сол Қостанай жағы Торғай өзеніне дейін сол жақтарда жазда жайлай дегенде қыстауы сырдың бойы деген қыстай деген. Өйткені Құнанбай қажы неге барған ғой, қажылыққа. Сонда сырдың бойынан Жаппас Мырқы деген кісімен барған. 3 адам барып тәкие салдырған ғой Мекке қаласынан. Құнанбай қажы болған, Досжан Хазірет деген болған, Ақтөбе өңірінен, және сырдың бойынан өте бай меценат кісі болған. Францияда, Германияда счеттары болған, жаңағы Мырқы деген кісінің. Сол өте жылқымен бизнес жасайтын адам болған. Сол Мырқы деген, Аппаз Мырқы деп айтады. Бұл соғыстардың жамағайын інілері болған Досжан. Сол Досжан күйшінің астында Қара Жорға деген аты болған. Және тағы бір күйі бар еді, Ақмоншақ. Майдан дейтін бір кісі болды дейді елде. Сол Майдан Досжан ат баптап мініп жүреді екен. Сол Майдан деген кісі бір күні Досжанға келді де, әй Досжан, сыр түтіп іші, енді ұлы сөзді ұят іші боқ, жануар ғой, сенің неше жыл атың шығар, бұл тұлпардың қызығын біз де көрейік деп саулап қойған атын жетектеп кете берді дейді. Сонда жетектеп кете берген кезде, рахмет, Досжан үндемепті. Енді ол кезде заманда қазақтылық ұғымда біреу қалап тұрған нәрсесін бермеймін деп айтпаған бұрынғы замандарда. Қазір ғой, машинаны неге береді оған деп тұрамыз ғой. Қандай ақысы бар менің атымда сотқа берем, рұқсат менің машинам неге алады деген сияқты. Ал сол замандарда біреу қалап тұрса астында атын алып кеткен. Сонда кетіп бара жатқанда бұрылып айтты дейді, бір жылдан соң атыңды аларсың, атыңды алмасаң жасауымен қыз аларсың деп кетіп барды дейді. Сонда Майданның ұзатылайын деп отқан жалғыз қарындасы болып екен, сол қарындасын Досжанға қосты деген сөз бар біздің елдің арасында. Сонда Майдан, атақты Майдан деген кісі, ол Майтан деген, Майдан емес Майдан. Сол Майтан кімсің? Майдан ат баптайтын өзі сондай кісі екен, сол жаңағы жалғыз қарындасын Досжанға қосқан екен дейді. Досжаннан сонан ұрпақ соғыс уақытында болса гастроль етіп жүрген кезде баласы ауырып 2-3 жасында қайтыс болып кетеді. Сонан кейін ұрпақ жоқ. Сонан кейін әйелде қайтыс болады, кейін әмеңгерлік жолмен басқа бір
келіншекті алады, одан 2 қызы бар, ұл мен қызы бар. Сол Нағилас ауылында сол фамилиялары Досжановтар. Яғни сол атамыздың атын шығарып жүрген кісілер. Ал енді оны әр жағысына бармай-ақ қояйық, бізге тек керекті күйі ғой. Енді сол Досжан атамыз Ақмоншақ аттың жүрісі деген бір күй бар. Жаңағы астындағы тұлпарын берген ғой майданға. Соған шығарған күйі Ақмоншақ аттың жүрісі деп соны сағынғанда тартатын күйі екен. Бұл күйде ешқандай жорғалық жоқ, аду мінез жоқ, жаңағы астындағы атын сағынғанда шығарған күйі екен деп тартады. Мына адам астындағы атын сағынады ғой, сондай бір сағыныштан туған күй шығар деп ойлаймын. Сол екінші күйі бар, Досжан атамыздың күйі, ол шалқыма дейді. Ана 36 жылға 10 күндікке атамызды алып барған дейді ғой, сонда Досжан елге келгеннен кейін елдің ақсақалдары жиналып, ай Досжан, Алматыны, астанамыз Алматыны көрдің, елдің үлкен астанасын Мәскеуді көрдің, қалай екен жалпы жан-жақтағы күштер қалай екен дегенде, ой несін сұрайсың, батыстан бірінен бір өткен үлкен домбырашылар келіп, қолына су құюға татынбай қалдық қой деп айтқан екен дейді. Сөйтсе сол айтып тұрғаны 36 жылғы Омбытүкке барған Қамбар Медетов, Оқап Қабиғожин сияқты үлкен домбырашылар ғой. Енді өзі сырдың бойында атағы шығып жүрген адам басқа сырт жақтың домбырашыларын көрмеген. Сонда Оқаптарды көрген кезде, Қамбар Медетовті көрген, Лұқпандарды көрген кезде солай айтқан екен дейді. Ол жаңағы жан-жағындағы күйшілерді суреттеуі ғой. Әйтпесе ол өз алдына өзі күйшілігі деп отырған сыйлаған деп білеміз. Осы әңгімені бізге Тасболат Ысқақов деген ұстазымыздың ұстазы айтып берген. Тасболатқа кім айтып берді деген кезде айтқан, Исламбек айтты деп. Исламбек Ысқақовтың әкелері, Ысқақов деген кісі Досжанмен аралас құралас болған адамдар болған.
сол Тасболат ағайдың айтуынша. Енді мен сіздерге сол 10 күндікке барып келгеннен кейін шыққан, көңілі шалқып отырып шыққан күй деп айтады, немесе шалқыма дейді. Сол шалқыманы тартып берейін. Бұл да сол Құрақтың Досжанның күйі. Бірақ бұны кейбір мағлұматтарда Исламбектің өзі шығарып, Досжанның атынан шығарыпты деген де сөз бар. Бірақ енді қанша дегенмен ана Тереңөзекте Шәкі Оспанов деген кісі болды. Біз сол кісіге әкемізден 97 жылы барғанымызда Шәкі ақсақалда осы күйдің шет жағасында уайым тартып берген. Бірақ енді Исламбек сияқты виртуоз домбырашы емес, қарапайым ауылдың деңгейінде қалып қойған кісі демесеңіз, бірақ бір күштілігі бар кісі болады, сол кісі уайым тартып берген. Енді мен сіздерге Исламбектің жеткізуіндегі Құрақтың Досжанның шалқымасын тартып беремін. Есіме түспей қалды. Шалқыма Досжанның. Енді Досжанның көптеген шәкірттері болған, жаңа айттым ғой, 39 жыл мен 46 жылға дейін елдің ішін Нартай Бекежановтың концерттік бригадасымен аралап жүргенде, елді жерді аралап, ол уақыттары сол концерттік бригада концерт береді, сосын елдің ішінен жиналған жылуға, соғысқа көмек есебінде ақша алай болсын, қаржылай болсын, жаңағы заттай болсын,
көмек қолын созған. Бұл сол мақсатта құрылған және елдің рухын көтеру мақсатында құрылған. Сонда жаңағы елді концерт беріп барады екен да, сосын ол кезде арбамен болсын, жаңағы күрмекпен болсын, ботқа жасап халық шақырады. Қазіргідей ет аспайды соғыс уақытысында. Сонда әр үйге барған кезде сол айтатын, Досжан атамыздың айтатыны, елде қолына домбыра тарта алатын бала бар ма деп сұрайды екен. Сөйтіп әр ауылға барғанда бір түнде отырып 4-5 балаға бір-екі күйден болса да үйретіп кетіп, сөйтіп шәкірттері қалған. Атап айтатын болсақ, жаңағы айттық қой, Шәкі Оспанов деген кісі 43 жылы соғысқа қатысып, ол кісі оң аяғынан жараланып елге келіп, кейін ақсақалдар советінде қызмет жасады Телеоскте. Ол жаңағы біздің әкеміздің нағашылары болып келетін, соның 96-97 жылы жаз айларында біз әкемізбен барып, Досжан туралы мағлұмат сұраған болатынбыз. Одан кейін Нұрзұлда Құрманбаев деген кісі 99 жылы қайтыс болып кетті. Сол кісі де Нұрзұлда Құрманбаев та сол Телеөзекте тұрады. Ол кісі де сол Досжан күйшіден сол 44 жылға дейін елдің ішінде сол кісінің күйлерін алып барған кісілердің бірі. Одан бөлек ішкі істер саласында қызмет жасаған Жуасбек Төлеуов деген ақсақал тұр. 2-ші микрорайонда тұр, Қызылордада. Ол кісі де 2003 жылы қайтыс болып кетті. Одан бөлек Рәміш Ысқақов деген кісі болды. Рақыш Ысқақов деген ағайынды кісілер болды Телеөзекте. 18-ші партсъезд совхозының Асқар Тоқмағамбетов болды. Кейін ол кісілер де дүниеден өтіп кетті. Рәміш те, Рақыш Ысқақов ерте қайтыс кеткен. Рәміш те. Сосын Шіркейде Әбдіраман деген кісі болды, Шіркейде. Ол кісі де қайтып кетті. Үлкен кісілердің біразы, Досжанның көзін көрген кісілердің біразы дүниеден өтіп кетті. Сол кісілерден жеткізуінде күйлер жетті. Бірақ ішінде айрықша тоқталып өтетін ол Исламбек Ысқақов. Исламбек Ысқақовты Досжан атамыздың 5-6 күйін жатқа білетін болғандықтан, кейін пластинкаға 7 күйін жазған және өзінің де бір 7-8 күйін 78 жылы Гран-пласт Ташкентте шыққан Ташмұхамедов атындағы Гран-пластинкадан Исламбектің Ысқақовтың орындауында 15-16 күйі шыққан. Сол бізге қазір жалау болып отқан, сол бізге Досжан атамыздан жеткен 7 күй және Исламбек Ысқақовтың. Енді сіздер көп таралған түрі Ұлытау ансамблі оркестрі, жаңағы ансамбльмен рок-группа күрішшілер биін тартып шықты ғой бір жылда. Сосын сол Ержанмен бірге консерватория қабырғасында Айчан ағайда болды Ержан. Сосын біз Берге ағамыз оқып жүрген кезде алғаш нотаға түсіргенде сол Ержанға күйдің, елдің күйлері насихаттала берсін деген мақсатпен 2 күй сұраған, Ержан Ұлытауға ойнатса бола ма деп. Ержан өзі де біледі, қазір әлеуметтік желіден көрсе неге айтасың деп қырын салып жүрмесін. Бірінші күйге Теріс Сақпай деп бердім, Мырзаның Теріс Сақпай деп. Ол күй қазір мереке деп тартылып жүр. Негізі Қобылаш Ақсақал атам Мырзаның күйі Теріс Сақпай деп тартылды. Оны Әупбәлей Бөпемай деп Қарасай ағай кітабын жазып жүр. Мереке деп Ерболат ағай мен Төлеу ағай кітабын жазып жүр. Бірақ Қобылаш Ақсақалдың өзінің айтуында үнтаспасы бізде бар әлі күнге дейін. Ол да атам Мырзаның күйі Теріс Сақпай деп. Сол күйлер, 2 күй Исламбекпен, сол Теріс Сақпаймен күрішшілер биін берді. Енді қазір біздің ұстазымыз Ерболат Мұстафаев деген бізге кезінде консерватория колледжде сабақ берді. Ол кісі енді Тасболат ағайдан үйренген ба, білмеймін, 2 төмен 2 жоғарғы ақыспен ойнап жүр. Бірақ енді біз Гүлнар апайдан қолынан барып өттік, алдынан күй тартуын көрдік. Апай олай тартпайды, 2 төмен 2 жоғарымен, 1 төмен 3 жоғарымен тартады. Бірақ ағайлар сөйтіп тартып жүр. Енді ол кісі Ерболат ағай ұстазымыз, ол да бір жерде көрген шығар, 2 төмен 2 жоғары тартқан. Бірақ енді біз қызды тартып тұрғаннан кейін Гүлнар апайдан асып ешқайда бара алмаймыз. Сол Исламбек ағайымыздың күйі, күрішшілер күйі, соны тартып көрейін.
Классик. Соңында. Енді бұл Исламбек атамыздың күйлері ғой. Исламбек атамыз бізде бала кезімізде Омар Әбілда деген түп нағашымыз болды. Тереңөзекте сол кісінің үйіндегі Зәмзән апай Исламбектің анасымен екеуі туалы апалы сіңілі болатын. Найман Қаратүлі деген кісінің қыздары болатын. Сол Зәмзән апайымыздың үйіне барғанда біздің әкеміз қарап отпайды, Исламбек ағамызға, атамызға мына менің де балам домбырашы болсын деп түкірткізіп алған екен 80-ші жылы. Ол кезде қазақта үлкен күйші келсе, ақын келсе, ауылында кішкентай баласынан түкіртіп алады ғой. Жаңағында баламның өнері, сіздің өнеріңіз балама жұқсын деген сондай мақсаттан шығар. Сол үйде үлкендеріміз айтып отыратын, ой, сен дүлдүл домбырашы боласың бұйырса, Исламбектің несін аузына түкіріп кеткен деп айтатын. Сосын біз елемейтінбіз. Қайдағы жоқ бұл өтіп несі деп. Кейін білдік қой, сөйтсек Исламбек мықты күйші болған екен. Көптеген күйлері болды. Дудар сазы, түркмен сазы, арман, майданнан оралмағандарға және тағы басқа күйлері бар. Ленинге арналған мәңгі тірі деген күйі де бар. Ұлы көсем деген де күйі де бар. Ол совет заманында солай болды ғой енді. Сол кейінгі енді оның мына Тұраш Әбіловтың қазақтан шыққан Қазақстан Ленин комсомолына арналған күйлері бар ғой. Оның да аты өзгеріп жатыр ғой, арналығы. Мүмкін бір заманында апай өзгертсе, күйлер апай ұлы көсемге, Ленинге деген күйлер де өзгере жатар. Бірақ тәп-тәуір күйлер, әуен саздары. Түркмен күйі қалай шығарған? Түркмен күйі сұмдық, дудар сазы бірінен бірі өткен. Исламбектің күйлері деген ешкімге ұқсамайды. Сол мына ұстазы Досжанның әсерінен, күйлерінен үйренгеннен кейін Досжан шәкірттерімнің ішінде екі адамды айтам деп айтқан. Біреу Рақыш Ысқақ, біреу Исламбек Ысқақ. Осы түбі шықса екеуінен де шығады деген. Бірақ ана Рақыш Ысқақ көптеген созылмалы дерт дейді ғой, жіңіші науқасқа шалдығып, осы сахнаға шықпай кеткен Рақыш Ысқақ деген кісі. Тереңөзекте көбісі айтады, Рақыш сұмдық домбырашы болатын дейді. Бірақ сол кісі шықпай қалды да, орнына Исламбек шығып кетті. Исламбектің енді ол замандарда Исламбектің жолдасы Әбілда Тәжібаевтардың қарындасын алған. Сосын енді білесіздер ғой, заманында Әбілда Тәжібаев кім болды? Сол Әбілда Тәжібаев біраз ол кісіні Алматыға шақырып, Махамбетовпен таныстық. Сосын оның үстіне Исламбек ақсақалымыз, атамыз, әкеміз өзі де мықты, шебер домбырашы ғой. Ол кісімен заманында Сағын Жалмыш дос болған, Қаршағайлар дос болған. Алматыға Қаршағайдың қателеспесем консерваторияда ағай қыз оқыды, Гүлзар апай. Гүлзар апай. Сол Исламбек ағайдың қызы қазір Қызылордада Қорқытада университетте сабақ береді домбырадан. Сол Гүлнар апайымыз, Арыстанбек деген ағайымыз бар. Ол кісі қазір музейде неше жыл қызмет жасап, Ақтөбеге көшіп кетті. Жеңгеміз Ақтөбенің қызы. Сол жаққа алып кетті жеңгеміз. Сол Исламбек ағайдан бір ұл бір қыз. Карл Маркс дейді, Асқар Тоғмағанбет дейтін ауыл бар ғой. Сол жақта Карл Маркста негізгі ауылы. Сол Қараөзектің бойында Қызылөзек деген жерде туылған. Сол жақта бітіріп кеткен. Енді бар айтатын болсақ, жаңағы Мырзаға тоқталдық, Жалдыбайға тоқтадық, Құрақтың Досжан Исламбекке тоқтадық. Енді Әлшекей, Қоңырат Әлшекей деген күйші бұл мына Қаратаудың Жаңғалияғанның алдында сөйлеу ыңғайсыз, бірақ Қаратаудың бойында қалыптасқан үлкен мектеп болған, қателеспесем, Бабыш мектебі, Әлшекей, бұлар үлкен Қоңыраттардың ішіндегі үлкен мектеп. Сол мына Божбандардың ішіндегі Әлшекей атамыз бір жағына Ақбалаға дейінгі күйшілік мектеп болған. Мына әуен саздарын қарасаңыздар, Бабыштың күйлері, Ақбаланың да күйлері, Әлшекейдің де күйлері бір-біріне сарындас. Соған қарағанда үлкен бір дәстүр сол жерде. Ағай қателеспесем солай сияқты. Бір мектеп, сол мына Қызылқұмға дейін жатқан мектеп сол Әлшекейдің мектебі. Бірақ қазір сырдың бойына біз кіргізіп жүрміз ғой. Бірақ бұл өз алдына бір мектеп. Менің өз ойымша. Енді бір қолыма осы 2 жылдың көлемінде Әлшекейдің немересі Жидебай ақсақалдың үнтаспасы түсті. Сапар Бахрадинов деген азамат сүйінші сұрап, әке сен осы Қызылорданың күйлерін жинап жүрсің ғой,
менің қолыма бір 5-6 күй түсті де сосын тыңдайын, кімнің күйі деп едім, Әлшекейдің баласы Дәнебектің, яғни Әлшекейдің немересі Жидебай ақсақалдың орындауында 5-6 күй. Ойбай, маған сат, болмаса сыйлады. Ақысынан 1-2 күй сұрады, сосын күйін бердім. Сосын поштама 6 күйді салып жіберді. Сол 6 күйдің ішінде осы Шерлі деген бір күй бар. Күйдің тарихы былай екен. Аяғында бір үлкен бай болып, 60-қа дейін баласы болмағаннан кейін, ол ер баласы болмапты. Сонан қазақтың ілкі салтында екінші жолдас алып, екінші әйел алып, содан бір бала дүниеге шал 64-65 жасқа келгенінде баласы, кішкентай баласы 3-4 жаста есік алдында ойнап жүргенде түйе теуіп өлтіріп қойыпты. Жалғыз баласы. Сонан шал Аллаға арызу айтып, теріс қарап 3 күн жатып қапты. Сосын енді сол елдің үлкен ауқатты кісісі, бай кісі, қуанат елдің божбандардың, киікшілердің. Сонан не істейді? Әлшекей енді сол заманда Әлшекейдің атағы шығып тұрған. Шырағым Әлшекей, не болсаң да өнерпазсың ғой. Мына үлкен Байекеге бар, көңіл айтып, көңіл қос күйін тартып, шерін тарқат. Әйтпесе Байекең 3 күн болды, есікті енді ашпайды. Киіз үй ғой ол кезде. Енді не болса да енді ішіндегі шерін шығарып, болмаса ішіне түсіп кетер, қайғысы ішіне түсіп кетер деп айтты. Сонан қазірде мысалы қарасаңыздар, үлкен кісілер айтады ғой, ұлымды алсаң да қызымды алма, қызымды алсаң да ұлымды алма, осылардың алдында мені ал деп үлкендер айтып отырады дейді. Сонда жаңағы бай өкпелеп жатып қалған ғой. Сонан Әлшекей барып есікті шаңырақ ашпастан түндік жабылып тұрды дейді. Кіре беріс жерге отыра салып бір күйді тартты дейді. Сол тартқанда бері қарап дөңбекшіп, аллай, шерім тарқады-ау деп бай шығып, бері қарады дейді. Сонда бұл заманнан байды өткен, патшады өткен, ұрпағы барды өткен, ұрпағы жоқты өткен, сондықтан айналайын. Алланың берберіне тәубет деп сол жаңағы тартқан күй екен дейді. Әлшекейдің тартқан. Бұны сіздер естідіңіздер ма, естімедіңіздер ма? Халық арасында Шерлі деп тартады. Әлшекейдің көптеген күйлері бар, білесіздер, теріс қақпайы бар, бұзып тартар бар, қыс тоқтаған дегенде, басқа да ақ бұл кеткен дегенде күйлер бар. Оның енді бәрі записі де бар, бәрі жерде бар,
көрсетсеңіздер болады. Мен тек мына шердің ғана бір күй әшекейге қатысты болғасын, жаңағы әуен сазының құрылымын көрсін деген мақсатпен тартып бердім. Бүгін қысқаша ғана сыр бойына қатысты анау Арынғазыдан бастап халық күйлері Ақсақ Құлан, Наринжігер, Мырзаның бауыр шешпесі Ақжелеңнің, одан кейін берт жағында Тоғанның күйін тартып берді. Әлшекейдің жаңағы шерлісін тыңдадыңыздар. Енді бар ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Енді тартпағаным сол бауыл ешкі мен ташауыз. Ол кейін бір тартып беремін, тағы да бір кездескенде. Енді бүгінге айып етпесеңіздер, мен осымен басқа да күйшілер бар сырдың бойында туып өскен. Мысалы консерваторияны бітірген екі ұстазымыз болған. Біреуі Бәден Айсынов деген кісі болған. Мысалы осы Әлшекей, Жаңақорған ауданында Әлшекейдің атында музыка мектебін ашқан, Әлшекейдің атында оркестр ашқан. Ағай білесіз ғой, Бәден ағай сіздермен қатар оқыған. Сол алғашқы келіп сол Жаңақорған өңірінде музыка мектебін ашқан адам. Соғысының жеңіс деген күйі бар. Одан бөлек Қоспан ата деген Мүлкіман Қалауов деген ағайымыз болды. Сол Мүлкіман ағайдың нағашысы Қоспан деген кісі болған. Өзі қызық кісі болды деп айтатын. Сол нағашымның әлі есімнен кетпейді, соның аты қалсын деген оймен Қоспан ата деп бір күй шығардым деп айтатын. Сосын жайлауда күйі бар, жеңіс деген күйлер бар. Сосын Аралда осы биыл ғана дүниеден өткен Мұрат Сыдықов деген кісі болған. Сол сияқты кісілер болды. Нәзи Қоғашев деген кісі болды. Нәби Жәнібетовтің шәкірті, Қазалыда тұрды. Білесіз ба, Нәзи Қоғашев өзі жыршы, өзі күйші. Қазір дүниеден өтіп кетті ол кісілер. Сол сияқты біз кісілерді көріп қалдық, Қаппарды көріп қалдық, Қаппар ақсақалды. Жоқ. Қошқарбек ағай бар. Ол кісі жаңағы сыр Ақжелең деп тартатын күйі бар, Қошқарбек ағай енді Ілмелі күйін тартатын, кімнің Мырза атамыздың Ілмелі деген күйлер бар. Жақында Қарасай Сайжанов ағайымыз кітап шығарамыз деп жатыр ғой, бұйырса соның ішіне де Ілмелі кетер, Жұма да кетер, сыр толқыны да бар. Бір күй қалып барады, мен сол бір күй тартып берейін, рұқсат болса. Есіл жабарға. Рұқсат етсеңіздер. Мырзаның теріс тақпайын тартып берейін, рұқсат етсеңіздер.
асатпай жатып құлдық деп барлығын төгіп шашып шығара салмаймыз. Аз-маздап, иә, шым-шымдап ақпаратпен бөлісе отырамыз. Өйткені ана бізде ауылда Балқашбай деген жыршы әкеміз болатын. Сол ана ортаға жыр салып, ана үлкендер бет ашуға шақырады ғой, үлкен кісілер. Bir жағым қолында сырнайы бар, екінші қолында домбыра құрамасы бар. Наушан деген кісінің үйіне келіп бет ашуға. Сонда үлкен ауылдың ақсақалдары айтып отыр ғой. Бәке, енді қай жырды саласың ортаға? Раушанбекті саласың ба, Газиденбек Көреұлын саласың ба, әлде қай жырды саласың? Қамбарды саласың ба, Ертағанды? Білмеймін, қасқалдақтың қаны қалай тамады, соған сәйкес береміз ғой деп айтты. Сосын ортасына қызып қалған кезінде, ал бәке қай жырыңды шығарасың? Білмеймін, мына іштегі мен шығар деп айтқан қай жеңгені алады ғой деп. Сол сияқты бүгінгі жеңген осы күйлер болды. Сондықтан осыған қанағат етіңіздер. Құлақ қойып тыңдағандарыңызға мыңда бір рахмет. Үлкен басын иіп келіп отқан біз жас болсақ та ұстазымыз әуелі сөзді Айтжан ағайымызға мыңда бір рахмет. Алтын уақытын қиып келіп отырған. Жаңа ортамызда отырды Жанғали ағайымызға, Нұрбек ағамызға, Әбілғазы ағамызға, Жұмабек құрдасыма, Дәулет інімізге, Айтолқын қарындасымызға осы бүгінгі іс-шараның бас өкіліне әуелі түрткі болған Айтолқын қарындасыма мыңда бір рахмет. Күй қалмайды емес, күй қалады. Барлығымызға да күй қалады. Сондықтан қазақ тірі болса, қазақтың күйі өлмейді, әмәнда. Әр уақытта әйтеуір есебін тауып, біреуден болмаса біреуге күй жетеді. Мен қорқатын едім бұрын. Сырдың бойының күйлері Берік ағамыз айтып қорқыта беретін. Еш уақытта бұл шықпайды жарыққа, еш уақытта шықпайды дегенде. Аға неге бұлай ойлайсыз? Дәстүр бір уақытта солай келеді де, үзіліп қалады да, бірақ екінші жерден көктей шығып құлпырады ғой. Сол сияқты бұл да күйде. Мысалы Маңғыстаудың Түбектің күйлері кезінде Мұрат Өскенбаевтан кейін елде біразға дейін тоқтап қалды, иә? Жүрекке сол. Сонан кейін елдің ішінде ақсақалдар, Мырзақұл Панаев, Шамбул ақсақалдар тіріліп, оғасын соғыстан жеткен Роза апайларымыз шықты. Одан кейін Сержан ағамыз, одан кейін үнтаспасында Жұмабек бауырымыз қанша күйлер жасап жатты. Сол сияқты сырдың да күйлері еш уақытта тоқтамайды. Ол мәселе жерге ұруға бөлінгенде емес. Сол сияқты Алтайдың да күйлері, Тарбағатайдың да күйлері, мына Қаратаудың да күйлері болсын, Арқаның күйшілік мектебі болсын, бұл айтып кеткен жаңағы жеті мектеп, бұл әр уақытта тоқтамайды. Бір уақытта кішкене саябырсиып, бір уақытта толқып керемет өнім беретін уақыттар болады. Сол сияқты бұйырса қазақтың күйі өлмесін.